Соңғы 3 жылда Екібастұз қаласының нөмірі 4-ші бөбектер бақшасында экологиялық бағыт мәртебесін алу жұмыстары жүргізілуде. Осы уақыт аралығында мұғалімдер тобы материалдық базаны жабдықтау және оқу процесін өткізу бойынша көптеген жұмыстар жасады. Білім бөлімінің бұйрығымен мекемеде экологиялық бағыттағы тәжірибелік алаң құрылды. Наши педагоги за эти 3 Біздің педагогтар экология бағытына қатысты түрлі вебинар, семинарларға қатысты. Айта кетерлігі, біздің бақшамызда 3 облыстық семинар өткізілді. Жаңа статусқа қол жеткізуге аз ғана қадам қалды. 3 жыл бойы қыруар жұмыс атқардық. Соның ең жарқын бейнесі ретінде біз экорум кабинетін көрсете аламыз. Биылғы жылдың жүргізілген ауқымды жұмыстардың жарқын нәтижелерінің бірі экорум кабинетінің ашылуы. Кабинет бірқатар функционалды бағыттарға бөлінеді: оқу аймағы, коллекциялары, демалу және кітапхана. В этом кабинете наши Бұл кабинетте біздің ұстаздар балалармен жұмыс жасайды. Бұл жерде қоршаған ортаны қорғау жөнінде көп айтылады. Бұл кабинетте түрлі ашық сабақтар, зерттеулер, іс-шаралар мен шеберлік сағаттары өткізіледі. Бірақ ең қызықты нәрсе құрылған мына экологиялық жол. Бұл жол арқылы тәрбиешілер мектепке дейінгі жастағы балаларды жаңа материалдармен таныстыруына және оларды қалай бекіту керектігін түсіндірулеріне мүмкіндік береді. Бұл жол арқылы тәрбиешілер мектепке дейінгі жастағы балаларды жаңа материалдармен таныстыруына және оларды қалай бекіту керектігін түсіндірулеріне мүмкіндік береді. открылись интересные маршруты. Біздің педагогтар авторлық бағдарламалар құрып, методикалық әдістемелер жүргізді. Соның қорытындысында міне өздеріңіз көріп тұрғандай 2 томдық кітап жинағы жарыққа шықты. Оның бірі экологиялық кеңістік деп аталса, екіншісі экологиялық мәдениетті қалыптастыру деп аталады. Бұл оқулықтар мектепке дейінгі балаларға арналған. Балабақша қызметкерлері экологиялық бағытта Павлодар қаласының география үйі мен дизайн проект компаниясымен ынтымақтастықта. Жалпы 4-ші балабақшаға 43 жыл. Мұнда 12 топ бар, оның 9-ы мемлекеттік тілде. Биыл хореография залы жаңа жөндеуден өтті.